Білесіз бе, әлемде әрбір екінші адамның және әрбір алтыншы баланың артық салмағы бар. Деректерге сүйенсек, ең семіз адамдар Америкада, Мексикада, Венгрия және Жаңа Зеландияда тұрады екен, ал керісінше салмағы аз адамдар Жапония мен Оңтүстік Кореяда. Мұндай деректердің ішінде біз де бармыз. Біріккен ұлттар ұйымының сарапшыларының пайымдауынша, Орталық Азия аймағындағы ең семіз адамдар қазақстандықтар деп көрсетілген. Бүгінде артық салмақтан арылам дегендер үшін түрлі әдіс тәсіл бар, соның бірі интервалда шығу. Жалпы интервалда ашығу бұл негізінде аутофактор арқылы, яғни клеткамыз біздің өзін-өзі тазарту процесі болып есептелінеді. Яғни біз ашығу арқылы денсаулығымызға жақсы пайда келтіреміз. Тіпті осы аутофагия арқылы Жапон ғалымы осыны тапқаны үшін Нобель сыйлығының иегері атанған. Ең алдымен интервалда ашығудың не екеніне тоқталайық. Ол белгілі бір мерзім аралығында ішіп жеуден бас тарту арқылы емдеу тәсілі. Алайда кімге ашығу әдісімен ағзаны тазалауға болады? Керісінше қай ағзасы ауыратын науқастарға ашығу зиян екенін жұрт біле ме? Бізде жалпы физиология бойынша тамақ ішкен кезде инсулин гормоны бөлінеді. Яғни қанда қант көбейеді. Тамақ ішкен кезде біз оны энергияға айналдырып, жалпылама өмір сүруімізге қолданамыз. Ал ашығу кезінде, яғни біздің энергиямыз дұрыс жаққа қарай барады деген сөз. Ал переедание жасаған кезде, керісінше қант өте жоғары ағзамызда көтеріледі де, бізде не болады? Бауырда май басу болады. Сондықтан да бауырымыз, өтіміз, жалпы ағзамыз дұрыс жұмыс жасау үшін ашығудың пайдасы орасан зор. Бұл артық салмақ иелеріне пайдалы екенін түсіндік. Санаңызды жаулаған дерттен арылу үшін тамақтан бас тартып, сумен қарын тойғызасыз. Әрине, су тамақ болмайды, бірақ асқазанды алдап, біраз уақытқа аштықты сезінбейсіз. Бірақ бұл әдісті де бір-ақ күн ұстауға болады, дегенмен оның зиянын да ескерген жөн. Интервалды ашығудың зиянды тұстары да бар. Ол қандай тұстары? Егер де сізде бауырыңызда проблема болса, киста болса, цирроз печени болатын болса, асқазаныңызда язва, гастрит болатын болса, және де өтіңіз толған, әсіресе құм тас болатын болса, сізде категорически ашығуға болмайды. Бұл сізге өте зиянды болып есептелінеді. Сондықтан да ең алғаш мынау ашығу сізге бола ма, болмай ма, маманмен ақылдасыңыз, УЗИ брюшной полости міндетті түрде тапсырып барып жасау керек. Сонымен ашығу әдісін ұстанатындарға тыңғылықты демалыспен дұрыс ұйқы маңызда. Тамақтан алмаған күшті ұйқымен толықтыратыныңызды біліңіз. Тамақты ойламау үшін сүйікті ісіңізбен айналысыңыз, кітап оқыңыз, дүкен аралаңыз, саябақта серуендеңіз. Қысқасы, ағзаны тамақтан тыйсаңыз да, қажетті дүниеден тыймаңыз.